Армысыз қадірмен көрермен, ғылым 2.0 подкастын тыңдауға қош келдіңіздер. Біз бүгін ғылымға байланысты, ғылымды насихаттауға, дамытуға байланысты ғалымдарымыздың пікірлерін, көзқарастарын сіздерге таныстырударға жалғастырамыз. Бүгін студиямызда қонақта Қайрат Көтербеков, Ресей және Қазақстандағы физика-математика ғылымдарының докторы, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры және Еуразия физика, энергетика және жоғары ғылым институтының директоры. Қош келдіңіз. Және Еламан Айболдинов мырза, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының басқарма төрағасы, PhD доктор, сонымен қатар ғылым және жоғары білім министрлігі жас ғалымдар кеңесінің төрағасы. Қош келдіңіздер. Мынау соңғы жылдары, мысалы үшін елімізде ғалымдардан басқа саладағы адамдардың бәрі өте танымал болып кетті. Поп өнер де болсын, жаңағы тағы да басқа салаларда олар өте танымал. Айтпай-ақ қояйық жаңағы тізімдеп. Бұның себебі неде деп ойлайсыздар? Ғалымдарымыз неліктен жаңағы танымал емес қоғамда? Енді ол туралы бізде ғалымдарда ойланады. Расында да қазір көп нәрселер танымал, блогерлар, тағы бірдеңелер. Оларда әңгімеге шақырғанда ғалым адамдарды шақырмайды. Өйткені осы ақырғы 2 жылдың ішінде ғана ғалымдарға, ғылымға назар көбейіп жатыр. Бұлай неден дегенде бір жағынан ойлайсың, бұлай деп айтады ғой, қазіргі экономиканың бағыты экономика знаний деп айтады. Білім экономикасы. Білім экономикасы дейді. Біздерде жоғары технологиялар қатты пайдаланбағасын, біздерде о жағы енді нашарлау. Мен былай деп айтайын. Мысалы, конкурсный заявка сондайлар болғанда, бір жағынан жазады. Мысалы, мен өзім көбіне сутектік энергетика, сосын натрий-ионный, литий-ионный аккумулятормен айналысқасын. Біздерге жазады былай деп, конкурсный заявкада. Оның 1% частный бизнес қосын дейді. Сосын біз ойланамыз, бізде ондай частный бизнес бар ма? Жоғары ғылыми технологиямен айналысатын біздерде бизнес жоқ. Даже үлкен бизнес ондай жоқ. Частный бизнес тем более жоқ. Сол жағынан ешқандай неде жоғары білім алған, сосын ғылыммен араласып жүрген, сондай технологиялармен араласып жүрген адамдарды көп шақырмайды. Көп олардан сұхбат алмайды. Біз ондайға бұрын совет кезінде де бізге қатты Қазақстандағы ғалымдарға нетпейтін, өйткені бәрін билейтін Москва арқылы бәрі жүруші еді. Қазіргіде бізде жаңа осы 2-3 жылда жақсылап қарап жатыр. Енді ойлаймын, енді арман қарайда осылай дұрысталып кетер деп. Рахмет. Мен де бір сөзімді қосып жүрсем, Қайрат Атажанұлы дұрыс айтады. Оның әртүрлі жаңағы себебі болуы мүмкін. Ең бастысы, ғалым ол хайпер емес. Ол тұрақты жұмыс жасайтын, өзінің ісін білетін, өзінен кейін жас ұрпақты тәрбиелеп жүрген, ғылыми жұмыспен айналысатын, қазір енді жылына 10 шақты конкурсқа қатыса алатын, сондай әлеуеті жоғары, жалпы былай айтқан кезде уақыты жоқ адам ғалым деген. Сол себепті мүмкін енді ол да бір себебі шығар, ғалымдар неге осылай насихатталмайды, бірақ енді осындай бағдарламалардың арқасында, насихат жұмысын жүргізу арқасында, және де осы ғылымды насихаттау
аясында жаңа министрліктің жоспары болсын, университеттердің жоспарлары болсын, ғалымдар эфирге шығып өзінің еңбектерімен, өзінің жаңағы жетістіктерімен бөлісу мүмкіндігіне ие. Енді бұл жағдай тұрақталады деп ойлаймын. Рахмет. Расында да бәлкім мен ойлаймын, жаңағы әсіресе мына журналист әріптестерімнің жаңағы ғалымдарға аздап көңіл бөлулерінің негізгі себебі ол ғылым саласының жаңағы терең сала болуы, қиын сала болуы, ауыр сала болуы деп ойлаймын. Негізі мен жаңағы Қайрат Атажанұлы айтып кеткен кеңестің мүшесімін. Президент жанында ғылым және технологиялар кеңесі бар. Биыл мысалы сәуір айында бірінші отырысы болды. Оның ішінде белгілі ғалымдар бар, ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары бар, шетелде жүрген біздің қазақстандық азаматтар бар, өзіміздің бетке ұстар ғалымдарымыз отыр, оның ішіне жастарды да тартып отыр. Ол енді кеңестің құрылғанына, яғни біздің экономикамызды ғылыми тұрғыдан негіздеп, қандай бағытта дамыту мәселесі, бізге қандай болашақта завод фабрикалар керек, оның қандай ғылыми негіздемесін жасап қою керек. Осы уақыттан бастап болашақты ойлағандықтан бұл кеңес құрылды. Үлкен үміт артып отыр президент оның мүшелеріне. Жалпы әрбір мүшесі ол бір үлкен ұжымның жетекшілері, яғни ол жалғыз сол ғалымның сөзі емес, сол үлкен қоғамдастықтың, үлкен ұжымдардың, үлкен ғылыми мектептердің айтылатын ортақ сөзі, шешімді де сол жерде ортақ қабылдап, яғни болып жатқан өзгерістер, жаңалықтарды тікелей президентке жеткізу арқылы біздің экономикаға осы әсер етуін, жаңа жұмыс орындары пайда болуы үшін үлкен кәсіпорындардың ашылуын қамтамасыз етеді деп ойлаймын болашақта. Соған жұмыс жасаймыз, жастар оған дайын. Қазір енді министрліктің өзінде де айтып отырмын ғой, жылына бірнеше мәрте конкурс өткізіледі, ғылымдағы қаражатымыз ұлғайды. Жалпы енді статистика бойынша 22 мың ғалым болса, оның 40%-дан астамы қазір жас ғалым. Соларға да жағдай жасалып, осы күндері мысалы жаңа гранттық қаржыландырудың заявкаларын беретін күндер, жастарымыз бәрі компьютерде заявкаларын аяқтап жатыр, жаңағы аудармасын жасап жатыр, расчеттарын жасап жатыр. Бір үлкен жақсы жұмыстың үстінде уақыттары жоқ шын мәнінде. Қазір міне суббота, воскресенье күні дейді, түні дейді, заявкасын конкурсқа қатыстыру үшін үлкен күш атқарып отыр. Оны көріп отырмыз, біліп отырмыз, қатысып отырмыз. Иә, өте жақсы. Бұл кеңеске байланысты біраздан кейін тағы да сұрағым болады. Ал енді мынау бұл жердегі мақсат мынау ғылымға ден қойған қоғамды қалыптастыру ғой. Жаңа тек қана экономикаға әсер ету емес, сонымен қатар жаңа бір қоғамның да ғылыми өмірге араласуын, ғылыми бір негізге сүйене отырып өмір сүруін қалыптастыру. Олай болатын болса, мұндай қоғам қандай қоғам? Жаңағы ғылымға ден қойған қоғам қандай қоғам болар еді? Мысалы енді ғылымға қайдан келеді? Ғалым бір күнде пайда болмайды. Ол енді бала күннен барып қалыптасу керек. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы бар, соның төрағасымын. Яғни біз мектепке дейінгі техникалық білім беретін мекемелердің ұстаздарымен жұмыс жасаймыз. Елімізде 500 мыңға жуық ұстаз бар. Яғни 4 миллионға жуық бала оларды арқылы тәрбие алады, концепциясы. Сонымен қатар жаңа ғылымға да шақыру, профориентация дейді мысалы мәселелері, сол мектепке дейінгі ұйымнан басталса, оның әрмен қарай жалғасын мектеп деңгейінде қамтамасыз етсек, одан кейін студенттік өмірде мысалы профессор оқытушы құрамы оның талантын бар екенін көріп, әрмен қарай магистратураға, одан кейін докторантураға шақырса, яғни осы сабақтастықты сақтасақ, ғылымға жаңағы қоғамның бейімделуі, сол мектеп жасынан балалардың қызығушылығының пайда болуы қалыптасады деген ойым бар. Сол бағытта біз мұғалімдердің біліктілігін арттырған кезде, мысалы өзіміздің курстарға соның негізін салып жатырмыз. Яғни жоғарғы сынып оқушылары 7-ші класстан болсын, университеттің профессорларымен байланыстырып,
жаңағы ұстаздары мен профессор оқушы құрамының ортасында жаңағы бір идея пайда болып, соны өрбітіп, енді ол құр Астанада емес, әрбір өңірде университет бар, әрбір университеттің жаңағы оқытушылары көмек берсе, мысалы оқушыларға, олар бір жағынан өздері дами бастайды, ғылыми жобаларын іске асырады. Бұл өте маңызды әрине. Бірақ мынау ғылымға ден қойған қоғам қандай қоғам болар еді? Мен сол еді негізгі сұрағым. Яғни бір көздеріңізге елестетіп айтатын болсаңыздар, мысалы үшін. Ол қоғам былай айтуға болады. Әлгі развитые страны дейді ғой. Иә, дамыған елдер. Дамыған елге көшіреді. Сосын енді тағы бір кімнің, Ераманның айтып кеткеніне қосыла, ғалымдардың статусын күшейту керек. Міне қазір магистранттардың, докторанттардың стипендияларын көтерді. Ол бір мәселе. Екінші жағынан мынау үй жағын беру уақытында, льготный кредит дейме, сондайларды беріп, ғалымдардың материалдық өмірі. Ол жас ғалым жаңа семья құрды. Солардың бір көрінген жерде үй жүрмесін. Басында ғалым туралы ойы болу үшін оған жағдай жасау. Тұрақтылық керек. Тұрақтылық, жағдай жасау. Сондай бәрін етілсе, мен өзім былай ойлаймын. Біздің ел, қазақ елі, өте білімді ел. Кезінде айтып жүреді осы, бізде национальный идея қандай болады, мынау деп. Сонда мен айтатын, анау Ермековтің фильмі бар ғой, «Шал» деген. Сонда айдалада, тауда шал келіні мен немересімен тұрады. Оның бірақ қойы бар. Сонда ол кісінің мақсаты, барлығыңды сатып жерем дейді. Анау немерем шетелден білім алсын дейді. Жақсы білім алсын. Сол біздің, менің ойымша, біздің национальный идеямыз. Өйткені мен елге барып жүрем, ауылға барып жүрем. Барлығының ойы сол балалары, немересі жақсы білім алсын деген. Сондай бізде бар. Өте жақсы. Мен басқа елдермен саластырғанның өзінде бізде сол бар дейсіз. Сол түсінік өте бар. Сол түсінікті қарата дамыту керекпіз. Жалпы енді жаңағы сөзді жалғастыра келген кезде, мысалы, ғылыми негізделген қоғам қалай қалыптасады десе, егер енді ол білімді болса, мысалы, әрбір жаңағы источниктен ақпарат алатын болса, мысалы енді жалпақ тілмен айтқанда, далада жатқан бутылканы мысалы жинау керек екенін біледі. Өйткені оның жаңағы ыдырау периоды үлкен, жинастырып, оны бір жерге өндіріске тапсыру мысалы мәселесін. Жалпы енді мәдениеттілік пайда болады деп ойлаймын. Сол ақпарат арқылы, жаңағы тәрбие арқылы. Бұл расында да өте маңызды. Расында да жаңағы әсіресе қоғамның тұлғалар арасында қарым-қатынас, мысалы үшін сыпайы бір қарым-қатынасқа қарай ауысады. Жаңа сіз айтып отырғандай, табиғатты қорғау ол өздігінен іске асатын болады, өздігінен пайда болатын болады. Және сонымен қатар, мысалы үшін кез келген өмірдегі проблеманы шешетін кезде бір ғылыми негізге сүйене отырып шешкен кезде әлдеқайда рационал бір шешім, ой пайда болады, рационал бір шешім пайда болады, логикаға сүйенетін бір шешім пайда болады. Және осылайша жаңағы тәрбиелік те бәрі осыған жатады ғой. Сондықтан да мынау ғылымның насихатталуы, кеңінен тарауы және жалпы қоғамның күнделікті өмірінің орын алуы өте маңызды. Енді бұны іске асыру үшін әртүрлі әрине жаңағы әдістерді қолдануымыз керек, жасауымыз керек. Мынау біздің подкастымыздың мақсаты сол. Мысалы үшін кейбір елдерде мынау егер бір университеттің ғалымдары медиамен араласып, осы ғылымды популяризациялау үшін ТВ-ға барып, немесе осындай подкастингге барып түсетін болса, университетте қандай да бір марапат болады оған. Жаңағы бір көп-көп рахмет, сіз осындай ғылымды дәріптеп жүрсіз. Тек қана жаңағы ғылымның соңында емес, сонымен қатар осы ғылыми өмірді де қоғамға жаюға тырысып жүрсіз деген сияқты марапаттар болады. Біздерде университеттерде бар ма ондай дәстүр? Бар ғой, енді біздің ұлттық университет, Евразия ұлттық университет, қазір ғылыми университет ұлттық. Ол жаңа Қазақстанда жаңа пайда болған нәрселер ғой.
ғылыми университеттердің. И сол арада сол біздерде ғылыммен көбірек айналысу үшін ғалымдарды жақсы ғалымдарға қамқорлық нелер беріп жатыр. Мысалы нагрузка жағынан 50% нетеді. Сосын біз оборудование анау жаңа шетелден сатып аламыз, соған көмектеседі. Оған қазір көп университеттегі не жетпей жатса, орын жетпей жатса, сол орынмен көмектеседі. То есть о жағынан жақсы көмек жүріп жатыр. Өйткені анау ғылыми зерттеу университеті болғасын, оларда осындай критерийлері бар. Соны сәйкес келтіру керек, көру керек. Сол жағынан қазір өте жақсы көмек алып жатырмыз. Жалпы міне Қайрат Атажановичтің өзінен көруге болады. Евразия ұлттық университеті бүгін енді бұл профессорымыз сапалы ғылыми өнім беріп отырғаннан кейін бүгін подкастта да, телевидениеге де шығып жүр, эфирге де шығып жүр. Оның бәрі осы кісінің мысалында айтуға болады. Сол себепті енді ол жағынан біздің әрбір жоғарғы оқу орнын ашық деп айта аламын. Жалпы министрлік Саясат Нұрбекұлы өзі де ашық бұл жағынан. Кез келген аудиторияға кіріп еркін, шетелдік болсын, өзіміздің жастармен болсын, аға буын ақсақалдарымен болсын, еркін сөйлесіп, ойымен бөлісіп, ақылдасып отырады. Соны енді көріп жүрміз. Қазір әрбір региональный университетте шетелдік университеттер филиалдарын ашып жатыр. Міне Қызылордада Сеул университеті ашты, Корея. Мынау Петропавлда, Аризона. Соның барлығы ол сол арадағы ғалымдарға да, профессорлеріне де, бәріне жақсы, жастарға да әсер ететін маңызды жаңалықтар расында да. Қазіргі кезде мынау әлемде мынандай бір слоган бар. Өмір бойы білім алу деген. Сондай практикада бар. Қазіргі кезде мысалы үшін кез келген адам тіпті кез келген жасында университетке оқуға түсіп білім алады деген сияқты. Және сонымен қатар жалпы адам баласы өмір бойы білім алу керек. Өмір бойы бір студент болу керек деген бір слоган бар. Және практика бар. Бұл практиканың қалыптасуына ойлаймын кейде не себеп болып отыр деп. Жаңағы мысалы үшін қазіргі кезде расында да мынау климаттық өзгеріс бар, экологияның жаңағы бұзылуы бар. Және тағы да басқа көптеген жаңағы адамның әсерінен, ықпалыменен болып жатқан өзгерістер бар. Табиғи өзгеріс бар, қоғамдық өзгеріс бар, сонымен қатар жаһандану деген феноменнің нәтижесінде бүткіл әлем халқы бір-біріменен өте әлдеқайда тығыз қарым-қатынастың ішінде. Жаңа сіз айтып отырсыз, ұлым Лондонда дейсіз жаңағы. Олай болатын болса, мынау қазіргі заман адамды қаласа да қаламаса да ғылыммен айналысуға мәжбүрлейтін заман сияқты. Қалай ойлайсыздар? Оның айтыңызда рас. Өйткені адам жақсы білім алмаса, кішкене өмірден кешіктеу болады. Білім алып, жер көріп, соның табиғатта не болып атқанын түсіне біліп, соның бәрі өте керек нәрсе. Жастарға одан сайын. Сол жағынан ғылымның десі ғылыммен айналысқан адамдарға өзінің потенциалын күшейте беру керек. Сол үшін жаңа нелерге көшу керек. Сосын біз жастардың ішінен таңдаймыз ғой. Көптері түсіп атады, докторантура таңдаймыз. Кейбіреулері қалады, кейбіреулері кетеді. Бірақ сол қалғандардың ішінде, қалғандардың арасында бұлай ерекше ғылымға көзқарасы дұрыстау деген балалар болады. Олар өздері сен оған мынандай мәселемен айналыс дегеннің өзінде олар тереңдеу қарап, жақсылау біледі. Артынан сен өзің олармен ақылдасып, кейбір жаңа ойларға келесің. Соның барлығы дұрыс қой. Даму үшін, не үшін? Сол айтқан сөзіңізде тіршілік бар үлкен. Өйткені білім, ғылым деген бір орында тұрмайды.
өзгере береді. Өзгереді. Әлгі кейбіреулер санайды там минуту, значит, столько нововведений в мире деп. Сол сияқты ғой. Рахмет. Негізі жаһандану қазір өте қарқынды дамып жатыр ғой. Мысалы енді медицинаны салыстыратын болсақ, қай заманда мысалы трансплантация органов дейтін мүшелердің трансплантациясы болды. Енді оны білмесе, оны үйренбесе, мысалы кезіндегі жай көп адамдар өмірден өтіп кетер еді мысалы да. Қазір енді сол ғылымның дамыған соншалық жылда сағат сайын, жыл сайын, ай сайын бір үлкен жаңалықтар ашылады, өзгерістер болады. Әрине оны жаңа білімді игеру керек. Сол себепті сол әлемдік жаңағы трендке ілесе алуымыздың өзі де бір үлкен жетістік. Сол медицинамен ғана салыстырып айтатын болсақ, IT саласы тіптен минут сайын өзгерісте. Сол себепті біз кез келген өзгеріске дайын болуымыз керек, соны алып кете алуымыз керек. Сол арқылы біз енді тәуелсіз ел ретінде жақсы жаңа дамыған елдер қатарына қосылуға қадам басуымыз керек. Мен мынандай бір мысал келтірейін. Мен әлгі ЦЕРН-ға барып жүрмін, әлгі мынау значокта ЦЕРН-дікі. Мынандай интернет қайдан пайда болды? Мынау ЦЕРН-де ядролық реакцияларды қарағанда көп частицалар шығады. Оның бәрін регистрировать етіп, сосын оның бәрін энергиясын, қандай анау-мынауын бәрін қалыстыру үшін бірнеше компьютер керек. Оны бір-бірімен қосу керек. Содан пайда болды. Сонда ана ЦЕРН-ге барсаңыз, бір бөлме тұр, қасында табличка тұр. Осы арада интернет бірінші рет пайда болған деп. Обмен данными между странами, мысалы ЦЕРН Женевада болса, Америкадаға жеткізу керек, тағы басқа жерлерге жеткізу керек. Сол паутина деген содан пайда болды. Вот ғылымның дамуы, нетуі, халыққа ғалым не береді дегенде, соның барлығына ақырын сосын күнделікті тұрмыста қолдана береді. Сосын қолдана береді. Мынау не бар, жаңағы білім дегеніміз негізі ақпарат қой. Ал ақпарат дегеніміз күш. Адамды күшті қылатын нәрсе. Қаншалықты көп ақпаратқа ие болсаң, соншалықты күштісің. Дұрыс. Бұл тұрғыдан, мысалы мен өз басым студенттеріме сабақ берген кезінде, әрине жаңағы жалпы журналистиканы үйретем, журналистиканың тарихын үйретем, теориясын үйретем, қазіргі кездегі тенденцияларды үйретем дегендей. Бірақ көбінесе студенттеріме айтам, сіздер кейін мынау түлек болып шыққан кездеріңізде еліміздегі журналистиканың қай тұсы дамымай тұрған болса, сол тұсқа барыңыздар. Сол тұста өзіңізді жаңағы дамытыңыз. Сол тұста жаңағы жамау болып, жаңағы қалыптастырсаңыз, әрі сонымен қатар сіздің соншақты көп конкурентіңіз де болмайды, жаңағы бәсекелесіңіз де болмайды, және өзіңіз әлдеқайда не қыла аласыз. Жаңағы өзіңізді дамытып, сол сала бойынша экспертке айналып кету ықтималыңыз бар дегендей. Мұндай қалай деп айтсам болады, мұндай жағдай мысалы үшін сіздердің салаларыңызда да бар ма? Айталық, жаңағы физика, математика саласында дамымай тұрған елімізде, мысалы үшін дамымай тұрған жерлері не студенттерді қалай деп айтсам болады, жаңағы бағыттау, немесе химия саласында. Енді бар ғой. Мысалы, біз мынау сутектігі энергетика технологияларымен 15 жылдай айналысып келе жатырмыз. Кезінде сол жұмыстарды бастағанда менен кейбір даже достар дейміз, коллегаларымыз мен сұрайтын, Қайреке, сенен басқа осымен айналысып жатқан әлі адам жоқ деген. Енді қайтесің бұның бәрін қопарып дегендей сияқты. Өйткені кезінде сутекті энергетика басталды, содан кейін қайтадан түсіп кетті, анау-мынаулар болады ғой енді. Сосын сол кезде мен былай деп айтатын, мен ақырын жұмыс жасай берейін, оборудование керек, қасыма ученикті, оқушыларымды, жас ғалымдарды жинайын, сөйтіп дами берейік, арттан көреміз дейтін. Арттан көргенде артынан не болады дейді ғой. Мен айтам, біздің елдер білесіздер, үлкен кісіміз
президентіміз бір ұсынысында айтса, сутекті энергетикамен айналысыңдар дегенде, сонда көресіңдер, менен басқа барлық айналысатын болады деп. Қазір сол жағдайға жеттік. Ол кісі 21 жылы айтты, 2 рет айтты, 1 рет энергетикалық неде ұжымда айтты, 2 рет өзінің послание сонда айтты, жолдауында айтты. Сонда маған біздің журналистер келіп, сіз сұхбат беріңіз Қазправдаға деп. Сонда мен сутекті энергетика туралы айттым. Сол сияқты сонымен ақырын қазір жақсы жағдайдамыз. Бізде сол сутекті энергетика технологиясы өте дамыған. Мен ашық айтам, Қазақстанда, Центральный Азияда біздегідей не жоқ, сутекті технологиямен жақсы араласатын ғалымдар жоқ. Өйткені бізде барлығы бар. Установкаларымыз да бар, жас ғалымдар бар. Менде 8-9 уже только сутекті энергетика, термоэлектрлік материалдар туралы қорғаған адамдар өте көп. Уже учениктарының өздерінің учениктары бар, өздері проекттер жеңіп жатыр. То есть былай жақсы деп ойлаймын. Осы жақында Scopus Awards деген премияға алдым. Осы 23 жылғы. Оның барлығы да осы мен ғана емес, менің қасымда жүрген әріптестерім, учениктарым, солардың арқасында сол бәрі жақсы жүріп жатыр деп ойлаймын. Біздің бастықтар да оны қолдайды, университеттің бастықтары, сосын министрліктер де қолдайды. Осындай әрбір неге кездесуге шақырып, жастардың артында сөз сөйлейміз, солай жақсы дамып жатыр деп ойлаймын. Бұл сұрақты жаңа қоюым себебі, кейде мысалы үшін жас ғалымдармен сөйлескен кезде, немесе студенттермен сөйлескен кезде, мынандай мен бітірген кезде не істеймін, қай салаға кетсем екен, немесе өте аналитикалық несі қабілеті жоғары адамдарды көрем, жастарды. Сен неге жаңағы ғылымға бармайтын десем, не қылам ғылымда, ол жерді бәрі онсыз да зерттеліп қойды ғой деген сияқты бір не болады да. Сол кезде жаңағы оларға бір жол көрсету үшін осындай әсіресе мынау ешкімнің зерттемей жүрген бір кенже қалып қойған салаларға бағыттау керек сияқты. Негізі елімізде дәстүрлі өзі ғылыми бағыттар бар. Соған қосымша қазір осы болашақ программасының арқасында шетелге шығып жастар түрлі университеттерде білім алып келіп, сол жердегі ғылыми бағыттарды елімізге әкеліп жатыр. Бұл жақсы тенденция. Сол жаңағы ниша деген сияқты, сол нишаны толықтырып жатыр. Мысалы, биотехнология қалай дамыды қазір, қандай деңгейге шықты мысалы. Сол кезінде кетіп 2000 жылдарда жаңа көзқараспен, жаңа біліммен, жаңа университеттерде сол шетелде оқып келген ғалымдар қазір міне орта буынның нық орта буынды құрап отыр деп айта аламын. Сол сияқты жаңағы неге біз ғылымға келеміз, келмейміз деген сияқты. Мысалы, жас ғалым деген конкурс бар. Бұл жерде министрліктің талабы бойынша жаңағы жалақысын 500 мыңға дейін жас ғалым қоя алады. Оған кім заявка беріледі? Докторантурасын бітірейін деп жатқан жас ғалымда беріледі, бітірген қорғамаған жас ғалымда беріледі. Яғни ол қосымша қаражат көзіне ие болады. Сол арқылы ғылыми жұмысын докторантураның қаражаты біткен кезде жалғастыра алады. Сол арқылы қорғауға шығу мүмкіндігі пайда болады. Енді 500 мың теңге орташа есеппен алған кезде бір адамға қазіргі таңда жеткілікті. Жақсы қаражат деп ойлаймын. Енді әр жағында стипендиясы бар. Стипендиясында міне жаңа жуырда министр айтты, 500 мыңға дейін жеткізу мүмкіндігі. Қазір 200 мыңның ар жақ бер жағы мысалы. Кезінде 2010 жылы салыстырайық, біз докторантураға түскен кезде 59 мың стипендия болатын. Міне
еседен артық қазірдің өзінде көтеріліп тұрған айтуға болады. Қосымша тағы да мүмкіндіктерді айтпаған кезде жаңағы басқа ғылыми жетекшінің грантында орындаушы ретінде мысалы қаражат тапса да, яғни енді жаңа айтып отыр ғой Қайрат Атажанұлы, құр өзі ғана емес, өзінің оқушылары да енді тамырын жайған ғылыми бағыт мысалы. Оның әрбір проектісі қазір 100 миллионнан кем емес. Мысалы, сол себепті өзі жұмыс істеймін десе де, командада жұмыс істеймін десе де, қазір жағдай жеткілікті деп ойлаймын. Жаңа ғылыми бағытты алып келем десе, ешкім оған қарсы болмайды. Керісінше, мысалы, бізге қажет шешімдерді сырттан іздеп әкелген жағдайда оның бағы жанады. Жаңағы тек қана ғылыми сатысын ғана емес, оны коммерцияландыру мүмкіндігіне де ие болады. Оған да жағдай арнайы жасалған. Ғылымды бағытын дамытуда екі заң жобасы бар қазір. Ғылым туралы заң және коммерцияландыру туралы заң. Енді Қайрат Атажанұлы екі заңның аясында да грант ұтып алған, командасы мықты іске асырып жатыр. Осындай ғалымдардың арқасында жаңа ғылыми бағыттар, жаңа жобалар, жаңағы ғалымдар пайда болып жатыр. Идеялар, ғалымдар пайда болып жатыр. Және де былай жас ғалымдар қазір жастар, студент болсын, магистрант болсын, докторант болсын, олар интернет бар, информационный потоктар көп. Олар бәрін өздері бақылап жүреді. Сосын бір күні келеді, профессор, сізбен осы маңайда, осы не саламен айналысуға бола ма дейді. Жарайды, болады. Сөйтіп олар өздері табылып келеді. Қазір мысалы мен мынандай бір не айтайын. Анау менде 2 постдок келді. Шетелде. Ойлағам да жоқ, білмеймін де олары. Біреуі Бангладеш, біреуі Брунейде. Постдок болғанда олар уже PhD докторлар. Ана бір оқытушыма айттым, көптен бері менмесе. Сен қараш, бұлар қайым публикациялары қалай, анау деп. Қараса керемет. Өте жақсы. Сутекті энергетикадан, синтез материалов, со жағынан. Сосын ана хат жазып, емейл жазып, сосын онлайн кездесіп. Содан кейін олар келді. Біріншіден оларды Қазақстанды өте жақсы ел деп санайды. Не жоқ деп ұрыс төбелес жоқ, сондай халқы жақсы, сондай жақсы қарсы алатын деп. Екінші жағынан енді білім жағынан қарайды. Сосын әрине олар да сізді тексеріп келе жатыр ғой, кім екен бұл кісі. Сосын келеді. Бірақ бізде әлі қалай деп айтайын, мемлекет ондай адамдарды қарсы алуға дайындылығы шамалылау. Мысалы, біріншіден бастайық. Оларға енді келді екеуі, 2 балалары бар. 4 адам. Общежитие сұрайды. Біздерде ондай общежитие жоқ. Сосын оған мысалы береді 500 мың стипендия. Ол баласын ағылшын мектебіне беру керек. Білесіз бе, бізде ағылшын мектептері өте қымбат. 3-4 миллионнан бастап 10 миллионға дейін. Біз бәрін қарап шықтық, Астананы. Екіншіден квартира. Енді бұл более-менее скромный деп алғанның өзінде 250 мың, оның ішінде қосымша квартплата анау-мынау. Сөйтіп ана 500 мыңнан не қалады? Түкті қалмайды. Өйткені өмір сүру керек. Өйткені бізде даже бар ғой, мынау мысалы бізде даже мынау рабочий визаны да зорға береді екен. Аналар проектте қатынасып, работник болса, онда налог азаяды. Әйтпесе налог көп, ана 500 мыңның түк қалмайды. Соны былай азайтатын нәрселер жоқ. Мысалы мен салыс кеткен Америка, қазір қатты санкция жүріп отыр Ресейге, бірақ ғалымдарға санкция жоқ. Ресейдің ғалымдарға санкция жоқ. Любой адам бара алады. Олар ғалым болса, солай қаралайды. Не береді?
тұратын жер береді, жақсы стипендия береді. Сондай нелері көбірек. Біздің елде жаңа ғана бастап келе жатырмыз. Ғалымдар дегеніміз мынау сапалы тұлғалар деген сөз ғой. Ғалымдар жаңағы біздің елге келген кезде, ол шетелдік болсын, немесе Қазақстан азаматы болсын, шетелден келген. Ол өте үлкен жақсы құндылықтар алып келеді. Ғылымның дамуына ықпал ететін құндылықтар алып келеді. Сондықтан да әрине бұл жерде бір маңызды механизмдер қалыптастыруымыз керек. Дұрыс. Әрине бұған дейін бәлкім практикамызда болмаған шығар. Мысалы бұрында бізге үйретем деп келетін еді. Ал қазір үйренем деп келіп жатқан болса, онда үйренем деп келіп жатқандарға да бір механизм қалыптастыру. Барлық нелерін қалтырады ғой. Өзі знания бәрін берген нелерін. Мысалы мен 2-3 докторанттарды постдокторға қосып қойын. Ана үйренсін деп. Үйренсін, қасында жүрсін, қолымен прямо істесін деп. Не керек? Аналардан списокты алып, не керек соның құжаттардың бәрін сатып алдық. Сөйтіп нетіп жатырмыз. Сол дұрыс, обмен, араласады, коллаборация. Қателеспесем, Quest рейтингте де сондай бір не бар еді. Мысалы, жаңағы университетінде қанша шетелдік студент бар деген сияқты бір не бар еді. Көрсеткіште оған да қарайды. Quest'терде барлығында оны санайды, жақсы санайды. Өйткені ол өте маңызды. Елеман мырза, сіз әрі жаңағы президенттің жанындағы ғылым және технология жөніндегі кеңесінің мүшесісіз. Әр сонымен қатар жаңағы министрліктің жанындағы жас ғалымдар кеңесінің төрағасысыз. Көбінесе бізде осындай кеңестер, осындай ұйымдарда жаратылыстану ғылымдарының өкілдері алдыңғы планға кетеді, ал әлеуметтік ғылымдар, гуманитарлық ғылымдардың өкілдері көзге түспей қалады. Сіздерде мысалы үшін әрі кеңесте, әрі жас ғалымдар кеңесінде әлеуметтік ғылымдар, гуманитарлық ғылымдар саласының өкілдері бар ма? Әрине, ғылым кеңесте де, біздің жас ғалымдар кеңесінде де әлеуметтік сала ол сондай ғылым, жаратылыстанумен ешқандай кемшілігі жоқ. Беретін олар жаңағы нәтижесінде беретін ғылыми жаңағы нәтижелер, ол құндылықтар. Өте маңызды. Ол тек қана сол бір ғылымның аясында емес, ол жалпы ұлтты тәрбиелейтін дүниелер болуы мүмкін, тарихымызды жазатын дүниелер болуы мүмкін, әдебиетімізді насихаттайтын, өнерімізді насихаттайтын. Әрине ондай ғалымдар баршылық, ешкім оларды кемсітіп жатқан жоқ. Олар енді жалпы осы бірінші рет болған кеңестің отырысында да мысалы археолог ғалымымыз сөз сөйледі, өзіне жаңағы болып жатқан жаңалықтарды айтты, жетістіктерін айтты, жалпы Астанада ғылыми зерттеу институтының керектігін негіздеп айтты деп ойлаймын. Сол себепті енді келесі отырыстарда жаратылыстану ғылым өкілдеріне сөз беріп жатса, біз де дайынбыз, айтарымыз бар. Жалпы енді өзімнің ғылыми бағытым, жаңада биыл жаңа жобаға қол жеткізіп отырмыз. Елімізде кейінгі уақытта ұмытылып қалған көмір химиясын дамыту. Өткенде 1 қыркүйекте президент өзінің жолдауында да бұл бағытты атап өткен болатын. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, қазір энергия көзі көптеген біздің электр станцияларымыз кезіндегі советтік технологиялар негізінде көмірді тура жандыру әдісімен энергетикасына қол жеткізген болатын. Енді ағамыз жаңағы сутегі энергетика сол баламалы түрде, бірақ енді көмірден біз көмірден әрмен қарай айырыла алмайтындықтан оны басқа түрімен өңдеу арқылы, мысалы пиролиз әдісімен сол энергия көзіне қажетті жаңағы өндірістік буды алып турбинаға жіберіп энергетикасын дамытуға болады. Сол арқылы ол жалпы құр буы энергия бағытына жұмсалса, қалған минералды жағы, жаңа сұйық жағы, ол толық химиялық процестерге қолдануға мүмкіндігіне ие болады. Мысалы бір өнім, мысалы ферроқорытпасын алатын болсақ, биржалық құны бар, жалпы экономикаға үлкен пайдасы келеді деп ойлаймын. Сол себепті бұл бағытта нық дамытамыз, ғылыми негіздемесін жасаймыз. Тек қана көмір емес, мысалы тұрмыстық қалдықтарды да қосуға болады. Біздің енді
қалаларымыздың жаңағы айналасында қалдықтар 70-80 жыл жиналған қалдықтары да бар, жаңағы өндірістік қалдықтар да бар. Яғни соның бәріне ғылыми негіздеме жасап алсақ, жаңа экономика, баламалы экономика десек, жасыл экономика десек, бәріне сай келетін үлкен бір бағытты ұстаймыз деп ойлаймыз. Кезінде енді Евгений Арыстанович Букетов бұл бағытты кеңестік кезде дамытқан. Одан кейін енді жалпы стратегия бойынша жаңағы жеңіл мұнай пайда болды. Содан бұл бағыт кішкене өзінің орнын таба алмай, дамымай қалды деп айта аламын. Енді қазіргі уақытта тең дәрежеде дамытуға өзіміздің жағдайымыз жеткілікті. Рахмет. Қайрат аға, жаңа мынау Scopus Awards жайында айттыңыз. Ол қандай марапат? Қай еңбегіңізге немесе енді менің түсінігім бойынша Scopus Award беріледі ақырғы жылдары біздің статьяларға көбірек болды цитирование. Citation болған. Сол көбірек не болды? Орасында да біз ақырғы осы 5 жылдарда 6 обзор жасадық. Сутектік энергетика, сосын мынау термоэлектрик материалдар туралы. Обзор деген ол жай обычный статья емес. Ол обычный жай статьялар 10-15 бет болса, обзорлар, ревью олар 30-40 бетке дейін жатады. И оны жазып, кейбір журналдар алу үшін ол біздер тексереді. Кім жазды, қанша несі күші бар, жағдайы бар, жазалама ондай нәрсені деген сияқты. Сол жағынан бізде сондай жетістіктер бар. Сол үшін берілді деп ойлаймын. Рахмет. Бұл үлкен жетістік негізі енді. Жылда беріле бермейді, көп адамға берілмейді. Жаңағы үлкен табанды еңбек болғаннан кейін жаңағы жай бір статьяның өзінен жазып, мақаланы жазу үшін қанша сілтеме керек. Бұл жаңағы обзорный статья жасау үшін бір 500-ден аса сілтемесі бар. Оның еңбектерін бәрін оқып шығып біліп түйінін алу керек, соны топтастыру керек. Енді ол бір адамның қолынан келмейді, үлкен команданың жұмыс. Сол себепті енді орынды сый, ондай сыйлар енді негізі көп болған қалаймыз. Әріптестерімізді естіп жүрміз. Евразия университетінің ғалымдар томы бар екеніне қуандық. Себебі енді Сатпаев университетінде бар екен. Сондай жоғарғы оқу орындар ғалымдары биыл алып жатқанына қуаныштымыз. Және сонымен қатар бұл жерде Scopus болған үшін әлемдік масштабтағы бір жарыс, әлемдік масштабтағы конкурс, яғни сіз тек қана жаңағы бір 5-6 конкурсқа қатысушымен жарыспайсыз, мыңдаған жаңағы зерттеушілерменен, ғалымдарменен жарысасыз. Өте керемет, құтты болсын, біздерге де жұғысты болсын. Тағы бір сұрағым бар. Сіз бағана осы подкастинге бастамастан бұрын сөйлескен кезімізде, танысқан кезімізде айттыңыз, жаңағы жалғыз қазақ едім класста. Одан кейін университетте де жаңағы физика, математика саласы ол кезде орыс тілінде берілетін, орысша үйретілетін. Яғни өміріңіздің бәлкім жаңағы көптеген жылы орысша бір атмосферада, орысша платформада өтті. Соған қарамастан қазақшаңыз өте керемет, мысалы үшін ешқандай жоғалтпағансыз, өте керемет мына жерде бізге үлгі өнеге болып ақылыңызды айтып отырсыз. Қалай жоғалтпадыңыз бұл тіліңізді? Енді бір жағынан әкем кезінде айтушы еді, Қайрат балам, сен үйленсең мамаңды түсінетін қазақ қызы болу керек деп. Сол Казгуды бітірер кезде сондай қазақ тілін, қазақ әдебиетін оқыған қызға үйлендіңіз? Иә, сөйтіп үйлендім. Иншалла солай. Сосын ақырын енді қазір немере өсіреміз, мынау соның бәріне қазақша білу керек. Кейбір салттарды ұстаймыз. Оның бәрі дұрыс деп ойлаймын.
дінге қатты кетпесек те жұма сайын кішкене руханият оқып, дейміз ғой, руханият. оның бәрі керек. Неге барамыз қазір, енді әкелеріміз, ағаларымыз кетті, біз өзіміз үлкен болып жүрміз туыстардың арасында. Соның бәрін білу керек, сақтау керек, үйрену керек. Өзіміздің тіл керек. Қандай не болсаң да Бізден басқа ешкімге керек емес. Менің бір достарым бар, біраз жыл Америкада тұрған, қазір Назарбаев университетінде істейтін. Олар да келіп жатыр. Ішінде бір Қытай жігіт бар. Қазақша, ағылшынша ғана біледі. Орысша білмейді. Сол сияқты әрбір адамдар бар ғой. Бірақ қазақ тілін ұмытпайды. Кейбіреулер көп жыл Америкада тұрып, қазір Қазақстанға келген қазақтар. Енді үйреніп жатыр олар да, ақырын. Үйреніп жатыр, кездесеміз, сөйлесеміз. Ол дұрыс қой енді. Кезінде сонда анандай жағдай болды, русификация деген керемет жүрді ғой. Мен былай деп бір әңгіме қозғайын. Кезінде жолдасым қазақ тілі, қазақ әдебиеті маманы болды ғой. Қазақ тілі ол кезде факультативный. Қазақстанда факультативный. Сонда ана балалар шығып кетеді екен. Факультативный занятие. Оны оценка керек па, керек емес, уже директор школға да керек жоқ. Сонда жылап келетін үйге. Жас кезі ғой. Сонда жылап келетін. Балалар неге кетіп қалады дейді. Сондай нәрседен шықтық қой енді. Көп рахмет. Расында да бұл тұрғыдан да көптеген адамдарға, біздің жаңағы тыңдармандарымызға және менің өзіме өте керемет үлгі өнеге болып отырсыз. Иә, келесі сұрағым мынадай, жаңағы өзіңіз айналысатын салаларды дамыту үшін қандай ұсыныстарыңыз бар? Дамыту үшін енді ең бірінші қазір мемлекетіміздің жан жақтан қолдауы қажет. Сосын айтады ғой, ғылым біздің шаруашылыққа не береді деген. Ол жағдайға жету үшін ең бірінші сол мемлекеттің жан жақтан қолдауы керек. Содан кейін уже бізде ғылыми техникалық бизнес пайда болса, уже бизнес алып кетеді. Финанс жағынан көмектесуге, соған кіруге, сосын сөйтіп мынау шет елдерде ғылым өте көп не әкеліп жатыр ғой, наука, знание, экономика жағынан. Көп жаңа нелер, азиатский тигры дейді, мынау елдер. Не үшін? Оларда сол жақсылап қолдап, уже бизнес структуралар бар сондай. Бізде кішкене ондай жоқ әлі. Ондай жоқ. Сол жағынан менің ойымша, қазір біз сол салаға жеттік. Мысалы, біздің, мен істеп жатқан, біздің университетте барлық жағдайлар жасалынған, біз сутекті энергетика, сосын мынау термоэлектрика материалдар жағынан біз айтамыз, біз коммерцияландыруға дайынбыз. Бір проекті қазір жасап жатырмыз. Тағы сутектік энергетика жағынан да кірісейін деп жатырмыз. Мысалы, жаңада Алматинский электрический станциямен меморандумға қол қойдық. Ол жағынан біз бір идеяны ол не жағынан жақсы? Мынау экология жағынан жақсы. Екіншіден, Алматыға экология ол бірінші мәселе. Екіншіден, энергетикалық КПД жағынан жақсы. Сосын газдың өзінің жақсы жануына көмектеседі. Сосын сондай көп бақытты шешеді. Мүмкіндіктері бар. Соған уже мынау бұрын мысалы біздерге қарамайтын да, мысалы сондай үлкен стратегиялық нелер кәсіпорындар қарамайтын. Қазір уже сөйлесе бастады. Соның өзі тәубе. Өйткені олар бәрі енді қарайды ғой. Мемлекетімізде елбасы не айтып жатыр? Мынау ғылыми салаға
мән беріліп жатыр. Сосын жаңа технологияларды қалай кіргізу керек, соның бәрін түсінгесін, менің ойымша уже қарым қатынастар уже ғалымдарға кішкене көз бұрып жатыр. Соның барлығы жаңа басталып жатыр, но соның өзінде керемет деп ойлаймын. Керемет деп ойлаймын. Рахмет. Иә, сіз менің ойымша енді ұсыныс дегенде жасап жатқан жұмысымыз белгілі. Енді насихатты да айтып жүрміз. Дегенмен осы үлкен кәсіпорындар жаңағы Қайрат атаңыз айтқандай біздің бағыттағы мысалы көмір кен орындары, жаңағы тұрмыстық қалдығы бар кәсіпорындар, мысалы Самұрық қазынаның басшылығы, Самұрық энергияның басшылығы жалпы энергетика саласын қайта дамытуға, жасыл энергетиканы дамытуға бағытталған барлық жаңағы тұлғалар көңіл аударса, сол жеткілікті. Яғни жалпы өзім сол жаңағы бағытым бойынша айта аламын, бұл зерттеуден кейін әрі қарай өндірістік деңгейге шығу мүмкіндігі бар. Бір кәсіпорын 1 миллион тонна жаңағы шикізатты өндіре алады. Бұндай баламалы өндірістер Европа елінде европалық жаңағы стандарттарға сәйкес жұмыс жасап отыр, бірақ басқа шикізат түрінде. Егер біз өзіміздің шикізат түріне бұл технологияны балап алсақ, реттеп алсақ, миллион тонна шикізатты өндіретін жаңа өндіріс орындары пайда болуы мүмкін. Соған себепкер болатын барлық жаңағы жоғарғы шенді біздің әріптестерімізді, бизнес өкілдерін, ғылыми әлеуетті бәрін шақырамыз. Өйткені бұл жерде тек қана осы химия ғылым емес, металлургия бар, кен өндіру бар, экология ғылымдары бар, барлығы бірігіп үлкен ғылыми шешім, үлкен ғылыми бағытты ұйымдастыра алады. Керемет, керемет. Соңғы сұрағым, өнердің қай түрін үнемі қадағалап жүресіздер, қарап жүресіздер? Рұқсат етсеңіз, қысқа нұсқа айтыстырын өзім жақсы көремін, тыңдап жүрем, жас кезінен айтылған сөздеріне мән береміз, өзімізге жақын, рухымызға жаңағы рух беретін, мәдениетімізге мәдениет қосатын, тәрбиемізге тәрбие қосатын бұл үлкен өнер, жаңағы суырып салмалық барлығы көңілден шығады. Осы студент кезімізде тіпті түнгі 12-ге дейін тыңдап сабаққа бармағанымыз да болатын, конгресс холлда. Соны жалғастырамыз. Бұрын енді аптасына бір рет мүмкін теледидардан берілетін, қазір YouTube бәрінің арқасында барлығы қол жетімді. Қай жерде қай айтыс болып жатқанына біліп алу мүмкін емес болып кетті. Сол себепті уақыт босаған кезде, рөлде жүрген кезде, сондай уақытта тек қосып қоямыз да, өзіміз рухани бір сондай ләззат аламыз деп. Қай айтыс ақыны көп ұнайды? Негізі енді бас ақын басында Аманжол Алтаев салиқалы ақын ғой енді. Жалпы енді Айнұр Тұрсынбаева да мықты, Еркебұлан Қайназаров та мықты, Ренат Зайыт та мықты. Бәріне де басымыз дейміз. Енді өнерге келген кезде жаңағы Жансая Мусина да бар, Еркебұлан Қайназаров жаңа қайталадым да, қарағандылық ақын бар, есіме түспей отыр. Соның бәріне енді риза боламыз. Жас буынның келе жатқаны да қуантады. Олардың да сөздерінде жаңағы мән бар, сән бар дегендей, жаңағы бүгінгі өмірді, кешегі өмірді бәрін салыстырып айтқан кезде жақсы өнер, жақсы туынды пайда болады. Керемет. Рахмет. Яғни айтыс сынды жаңағы біздің ұлттық өнерімізді өзіңіздей ғалымдар бағаласа, ол әрине керемет нәрсе. Серікзат Дүйсенғазин жаңағы ғалым әлі. Аға, сіз қай өнерді қадағалап жүресіз? Иә, уақытта қиындау, бірақ осы Астанада жақсы кино болып атса барам. Сосын маған өте ұнайды Астана балет театры, опера. Сонда бір шетелден келіп жатса ғалымдар, сол кісілерді апарамыз. Иногда өзіміз тикетон арқылы түседі информация, соны қараймыз да
уақыт табылса барамыз. Керемет. Біздің театр ең әдемі театр. Иә. Менің бір Ленинградтан келген бір дос профессорым айтқан, Қайрат, Астанадағы балет театры Ласкалдан керемет деген. Іші әдемілігі. Соңғы технологиямен Иә, салынды, иә, әрине, иә. ол жердегі акустика да соған қарай Ласкалдан керемет, жақсы театр деп сөйтіп. Керемет. Көп рахмет, осындай бекзат өнерімізді де осылайша дәріптеген болдыңыздар. Сіздерге бүгін келіп жаңа пікір таласқандарыңыз үшін көп рахмет. Қадірмен көрермен, бүгіндік тамам. Келесі бағдарламада, келесі подкастингімізде кездескенше сау сәлемет болайық. Рахмет. Рахмет. Сау.